Сәлем достар, сіздермен болған Жолсайтока World арнасы. Достар, бұл біздер жатақхананың 3-ші бөлімі, ең соңғы сериясы. Достар, мен сіздерге бір нәрсені айтып кетейін. Сіздер жатақхананың 2-ші бөлімінде комментарияға жазыпсыздар. Мен Лунаның фанаты емеспін. Фу, маған ұнамайды. Ана мынау, мен Хоманың фанатымын. Мен саған сол үшін тіркелмеймін. Солай жазып жатсыздар. Мен ешқайсының фанаты емеспін. Сіздерге осыны айтып қояйын дегенмін. Просто қызық үшін еңбектеніп сіздерге түсіріп жатырмын, қызық болу үшін. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Мен бұндай нәрсені әйгерімнен күткен жоқпын. Менің заттарымды пайдаланып алып, кешірші дейді ғой жүдә. Қандай екен менің рұқсатсыз заттарымды алғанын. Бірақ ол әдейі жасаған сияқты. Менің нови алған заттарымның бәрін быт-шытын шығарып тастады ғой. Менде оған қазір көрсетемін. Менің жыным келіп тұр. Тарағын лақтырып тастайықшы айдалаға. Мынау немене бәле? Кремін ағыстайық. Көреміз. Міне. Мына фото суретін қарашы. Бір түрлі түсіреді. Жаман заттары. Мына тауысып тастайық. Болды, енді көрсін қандай екенін. Менің де заттарымды осылай құрт тастады ғой. Кеш батқан соң. Оля, мұнан бәрін кім істеді? Заттарым бәрін быт-шытын шығарып тастаған ғой. Ужас. Бұны әдейі жасады. Әдейі жасады ғой. Менен не айтатынымды білмей қалдым. Қатты ренжідім. Бұл менің керемет заттарым еді ғой. Мынау менің фотосуретім еді. Мынау да түсірмей қалыпты. Сындырып тастаған. Мен осы жатақханадан кетемін. Менікі дұрыс болмады. Енді мен де ыдыс жууым керек. Олар енді әдейі жасамаған ғой. Мен олардан кешірім сұрауым керек. Қазір әдемі қылып дастархан дайындап қоям. Сол кезде дастарханның басында кешірім сұраймын. Оданша сөйтейін. Жанерке, мынаның бәрін сен істедің бе? Таңғалып отырмын. Иә, мен істедім. Мен қазір біресе айтамын, Әйгерім келсін. Маған айта берші. Бош, тез айтшы. Әйгерім келемін дегенше 10 сағат өтеді. Жоқ, күтейікші. Бірде оқиға жоғалып кетті. Күтсейші енді. Қыздар, көп күтіп қалдыңдар ма? Я, көп күттік, тез келмейсің бе? Кешіріңдерші, мен бір шаруам шығып қалды. Не ол 1 минутта шығатын шаруам ба? Кешірім сұрап жатырмын ғой. Кешірім сұрама. Аузын жапты, тыныш отыр, Жанерке бірсе айтам дейді. Ұрыспаңдаршы, қыздар. Не болды ұрысып? Я, не айтасын, айта бер. Я, болшы, жұмбақтамай айтшы. Енді мені кешіріңдерші. Менікі дұрыс болмады. Мен сендерді дұрыс түсінбей қалыппын. Мынаның бәрі сендер үшін. Өтінем, кешіріңдерші. Әрине кешіреміз, жаным сол. Я, кешіреміз ғой. Ура, бірге доспыз ба? Я. Ендеше ас болсын, тамақтарыңды алып отырыңдар. Рахмет, сендерге де. Кәнеки, бәлшін жеп көрейін. Қандай тәтті бәліш. Рахмет. Шай ішіп алайын. Қандай тәтті бәліш қой. Рахмет, Адина. Кәнеки, жесенші. Қыздар, мен сендерге бірсе айтуым керекпін. Енді қалай айтатынымды білмей қалдым. Қыздар, бірсе айтайыншы сендерге. Не ол, жұмбақтамай айтшы тез. Я, не ол?
Мен жатақханадан кететін болдым, қыздар. Не, шын ба? Иә, шын. Ой, кете берсінші, оны жалынбаймын. Адина кетемін деп жатыр ғой, шын айтып тұр. Ой, өтірік айтып жатыр. Мен шын кетемін, ата-анама ескертіп қойдым. Мен шын айтып жатырмын. Шын ба? Иә. Өтінемін, мені кешірші, менікі дұрыс болмады, мен істедім оны. Менің жыным келіп кетті, сосын істедім, өтінемін, кешірші. Кетпеші, пожалуйста. Өтінемін, Әйгерім. Сенсіз қызықсыз ғой, өтінем. Жоқ, мен кетемін, сондай шешім қабылдап қойдым. Ендеше өздерің отыра беріңдер. Достар, осымен біздің жатақхана сериалы бітті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Енді достар, мен қандай серия шығарайын, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.